Армысыздар ағайын, күндеріңіз сәтті өтсін. Мен бүгін өзімнің сүйікті қалам Алматыға келдім. Алматының алма бағындамын. Қазір Байбақ деген ақсақалымыз, қоғам белсендісі, қазір таңда зейнеткер, бұрынғы спорт шебері, көптеген жүлделі жарыстарда Қазақстанның байрағын көтерген азаматымыз, ақсақалымыз үстінен қылмыстық іс қозғап жатыр екен. Бір өкініштісі, енді журналист деп айтуға аузың бармайды. Байбақ белсенді ақсақалымыздың үстінен журналист арыз жазған екен. Ол қандай журналист, ол кім? Қазір ақсақалдың өзімен сұхбаттасып білетін боламыз. Арнамен бірге болыңыздар. Байбақ ақсақал, айтып өтесіз ба? Мысалға, үстіңізге кім арыз жазды? Және естуім бойынша ол Орда KZ сайтының журналисімін деді. Артынша Орданың сорада журналисі де болған екен, бір қызығы. Екеуі бір-бірін танымайтын болып шықты. Арыз жазуына не себеп болды деп ойлайсыз ол адамның? Жалпы ол бұған дейінгі соттарда, сот процестерінде қатысып жүрген журналист па? Кім ол азамат жалпы? Армысыз қазақ халқым, мен Айдос қызы Айкөркемнің сотында болғам 14 августте. Соларды қолдауға барғам. Енді осы іс туралы айтсам, бір уақытта осы екі жігіт жүгіріп келді. Ол өздерін таныстырмай, бізбен амандаспай, бізді түсіре бастады. Сол уақытта адамдар сұрады, сендер қай жақтан келдіңдер? Олар жауап берген жоқ. Соңғы оператор жігіттен сұрадық. Ол да ештеңке шындығын айта алған жоқ. Екіншісі, ана журналист болса, сұхбат алатын, ол алды да басқа жаққа, ана үйдің ар жағына, бұрышына барып, сол жаққа темекі тартуға кеткен. Неге десеңіз, оған да бір сұрақ болған. Сен қай жақтан келдің десе, ол айтты, мен Орда KZ-тен келдім деп. Бірақ та сол жерде біздің жанымызда Орда KZ-тен бір журналист болды, атын білмеймін, жап-жас қыз. Ол айтты, мен Орда KZ-тен келдім, мен сендерді танымаймын. Бірақ та анау жігіт оның сөзін естімей кетіп қалған, үйдің ар жағына. Мекеменің, сот мекемесі. Сот мекеменің, сол журналист қыз, соның жігіттің артынан барды. Оның видеосы бар, не айтып атқан сол жігіт. Қазір мен сол видеоны осы жерде сізді тоқтатып қойып, ортаға көрсететін болам көрермендерге. Көрсін да олар. Адамдар да көрсін. Сіз неге пресс-картаңызды көрсете аласыз ба? Сіз Орда KZ порталының тілшісімін дедіңіз ғой. Менің құқығым бар түсіруге. Сіз Орда KZ порталының тілшісімін деп тұрсыз. Пресс-картаңызды көрсете аласыз ба? Себебі мен журналистпін, менің түсіруге құқығым бар. Орда KZ каналдан дедіңіз, дұрыс па? Содан кейін сізден соны сұрайын деп отырмын. Қай Орда KZ-ден сіздің операторыңыз неге менің рұқсатым сонда мені түсіріп жатыр? Жоқ, жүр. Мен бір осы сен процесс түсіріп жатыр ма? Маған қатысы жоқ қой. Осында жиын түсіріп жатыр. Сіз егер ана жаққа кетіп қалсаңыз, сізді түсірмейді. Жиын де ма? Жиын болмаса жоқ қой. Жоқ, бұл жерде шүрген процесс дұрыс па? Сіз өшсеңізші бірінші. Сіз Орда KZ-темін деп тұрсыз ғой, мен сіздің әріптесіңіз. Мен сізді танымаймын, сіз өзіңіз телефоныңыз. Сіз кімсіз? Мен Орда KZ. Одан ары қарай қалай болды сол видеодан кейін? Содан кейін ана прокуратураның или соттың жанында есік бар ғой, сол жақтан айғаш шықты. Содан кейін біз сол жаққа кеттік. Сол жаққа келе бара жатқанда біз көрдік, бір оператор жігіт, ана үлкен апайлармен ұрыс-керіс тартыс болып жатыр да. Содан кейін сол жаққа бардық, оларды ажыратуға. Оның видеосы бар, Ажыратқан, сол жерде болып жатқан нәрсе бар, видео бар, ол да бар.
Мен де соған әйтеуір ажырасуға бардым, ана ажыратып адамдарды. Оны да мысалы ұстап тұрдым. Ол да бой бермей, бір әйелден ана штативін алайын деп қолын артып алған. Енді ол келгенде енді адам сияқты сол үлкен адамдардан жай сұрауға болушы еді ғой штатив. Ешкім ол жай ғана ұстап тұрған нәрсе. Бірақ қолына да жұлуға болмаушы еді ғой. Үлкен адам, ой, апай бере салыңызшы дейді сол штативті. Ондайға жетпей, сонымен апайдың қолынан тарта бастады, ол ұстап қалды ана штативті. Содан кейін мен де барып жүгіріп арашалап бардым. Ол сол уақытта штатив ана сол апайдың қолында қалып кетті. Мен оны былай шығарып жердім. Содан кейін ол айналып, тағда сол апайға барып, сол штативті қолынан жұлып алды. Мен оның артынан жүгірдім. Аяқтан шалмақ болдым, бірақ та ол тиген жоқ аяғына. Мүмкін тисе, ол онша тиген жоқ қатты. Зақым келетіндей. Жоқ, ондай. Жоқ, ол тек қана не ғой енді. Ол ұрған сияқты да айтуға болмайды енді. Бірақ провокацияға барған адамның жалпы сіздердің ашуға булығу себептеріңіз ол әу баста сіздерді рұқсатынсыз түсіре бастады. Сіздер қарапайым түрде сұрадыңыз, олар ордамын деді, және орда екені өтірік болып шықты. Бірақ соңына шейін айтпады, иә? Айтпады олар. Той түсіреміз деп бір айтты екен, иә? Олар анау оператор айтады, біз анда-санда барып жүреміз дейді, тойға дейді. Бізді дейді жалдаса дейді, бізді шақырады дейді, бізге ақша береді. Біз тойға барамыз, соны түсіреміз. Біз содан кейін сұрадық та, сендерді осы жерге кім мысалы шақырды, бізге звондады, біз келдік. Біз келдік, бізге ақшаны берді, төлеп қойды. Енді аты жөн айтсашы, енді кім сендерге ақша да берді, и жолды көрсетті, қай жерде осы несін видеоға түсіруге болатыны. Мәселен, соттың мәселесін. Сендер өздеріңді таныстырған жоқ, не то что аттарында айтқан жоқ олар. Содан кейін осындай енді видеода бар ғой енді. Сол ең арты аяғы, мен ана сол аяқтан шалдым. Бірақ та ол менің қолымнан штативті жұлып алды и қашып кетті. Сонымен бітті нәрсе. Ол қай күні сіз білдіңіз сіздің үстіңізден арыз жазған туралы? Қылмыстық іс қозғап отыр ғой сонда, иә? Ол енді келесі күнде олар арыз жазған екен. Келесі күні арыз жазыпты. Бірақ та енді мен ана полицияға айтып жатырмын ғой, енді орда кезеттен болған жоқ олар. Өтірікті айтып жатыр. Енді барлық шығып жатқан өтірік. Адамды ашуландырды, провокацияға барды. Өтіріктен шығып жатыр ғой барлық нәрсе, шынды айтқанда. Олар мысалы өзінің шындығын айтса, осында әрекет шындық болғанда, осында әрекет болмаушы еді. Барлық дұрыс болушы еді. Бұл ана қоғамдық резонансқа айналған, қоғамның назарында тұрған 4 жасар қаңтар кезінде Тоқаевтың бұйрық беруімен оқ тиіп қаза болған Айкөркемнің сотымен тікелей байланысы бар деп ойлайсыз ғой? Саяси астар бар ма сізді қамауға? Бар, неге десеңіз. Мен сізді бұған дейінгі талай соттардан байқағам. Мен соттарға барып жүрем, мен көрем. Осы соттар қалай шындықпен өте ма, адалдықпен өте ма, парасатпен өте ма, соның барын қарап жүрем негізі. Өзіме сол енді... Зейнеткерсіз, иә, өзіңіз? Өзім зейнеткермін, иә. Соның барын қарайым, шында да ойлайым, содан кейін неге осы соттарымыз адалдық болмайды, соттарымызда адалдық болмайды. Мен соның барын қарап жүрмін. Соны ойлайымда осы Айдосқа осы әдейі алып келген адамдарды оларды жібергенде, осындай провокация жасатқызуға, осындай резонанс туғызуға, міне мынау Айдостың адамдар келіп, журналистерді ұрды дегендей, сондай әңгіме шығарып жатыр ғой олар қазір. Сол көрдіңіз ба? Негізі олар өздерің білесіңдер, мен қанша сотқа барам, мысалы, қаншама журналистерді көрем. Олар да менімен амандасады. Олар мені таниды, мен оларды танимын. Мыналарды мен бірінші рет көріп жатырмын. Ондай адамдарды, мысалы, қаншама сотта болдым, мысалы. Қалмадым. И осындай мынау журналистер ешқашан Алматы ТВ
мысалы да осындай нелер журналисттерді көрген жоқпын. артынша белгілі болып тұр, бұлар Алматы ТВ-дан біздеп шығып тұр ма Енді қазір уже Алматы ТВ-ден шығып отырмыз дейді. Көрдіңіз ба? Вот. Ал мысалға мен түсіндігімде журналист деген қоғамда не бар, не жоқ, қалай бар, солай қып ашық жұмысын жасап жүрген адамдар. Олар ешкімнен де жасырын қызмет атқармайды. Яғни ол ашық қызмет жұмыс қой. Ашық, олар ашық істеу керек. ана жерде жаңағы өздерін айтпады, артынша ордамын деді. Кейін міне сот арыз жазған кезде енді Алматы ТВ бұл таза саяси тапсырыс деген менде сондай ой пайда болды қазірдің өзінде. Енді олар басынан бастап осы провокация бізді тартты мысалы. Бірақ та енді сөз айтпай қояйын, бірақ та олар шындық барлығын істесе шындықпен, барлығы дұрыс болушы еді. Бірақ та барлығы мынау алдау бастағандай, алдаумен. Соны кейін ол шындық болмағаннан кейін осы ұрыс керіс болғаны сол мәселесі. А енді ол политика жағынан, саясат жағынан барын ала берсек, айта берсек, ол ішінде 100% бар. Осы Айдостың сотын қаралау керек та. Көрдіңіз ба? Өзі Айдос ағаға мен бірнеше рет посттар оқыдым әлеуметтік желілерден. Айдос ағаның бұрынғы өткен өмірін қазбалап мысалға ақша сұрап жүр деген сияқты. Енді ол негізі, ол да провокация. Бұл соның жалғасы ғой демек. Ол жалғасы. Енді сот процесіне келген адамдарды жаңағыдай бұзақылық көрсету. Бұзақылық көрсету, содан кейін енді соңғы Айдосты қолдайтын адам қалдырмай қойды. Қолдайтын адам болмасын деп соны істеп жатыр да. Негізі Айдостікі ол шындық, оның кішкентай баласы қайтыс болған. Сондықтан сол қыз үшін, Айкөркем үшін ол жүр. Дұрыс, атқан адам табу керек қой. Табу керек, оны соттау керек. Оны соттау керек. А неге оны соттамайды? Көрдіңіз ба? Енді сол адамдар осы процеске келмесін, ештеңке естімесін, ештеңке көрмесін деп соны істеп жатыр мысалы. Тек қана Айдосты қазір жалғыз қалдыру керек, содан кейін ол өз-өзімен ақырын деланы жаба салмақ. Жабады содан кейін. Енді жалғыз жүргеннен кейін жалғыздың үні шықпайды ғой, жаяудың шаңы шықпайды. Қазір сот процесі де белгіленді ма? Қай күні сот болады мысалға? Мен өзім барайын. Сот күні белгілі ма? Жоқ, сот әлі белгісіз. Қашан болатыны. Қазір мен айтқам кімге, тергеушіге, қазір несімен шешеміз, адвокатты. Адвокатты біз қазір жалдаймыз, содан кейін мен сізбен неге байланысқа шығам деп айтқам. Жарайды, менікі кінам қанша емес, мен арашалап жүрген адам мысалы. Бірақ та, тада көріңіз мысалы, жас бала, үлкен апайларға секіріп жүр мысалы, өз күшін көрсетіп. Адам сияқты осы штативті да алуға болушы еді ғой. Мен мысалы қалай тұрам, үлкен адамға жас бала секіріп тұрса мысалы. Просто шыдай алмадым мен. Байбаға одан рұқсат па? Мысалға адвокатты біз қазіргі құнын білеміз. Мысалы адвокаттардың өзі ең кемі 300 мыңнан басталады, 200 мыңнан жарайды. Бір каспи номер кейін айтсаңыз, мен осы видеоға соңына қойып қойсам рұқсат па? Мысалға сіз саяси жолдасыз, мысалға сіздің Ақтау, Маңғыстау, әр өңірлерден танитын азаматтар болуы мүмкін. Еле іштей осы Айкөркемнің қолдаусыз қалмаса екен, Айкөркемнің сотына осындай белсенділер келсе екен. Міне келген адамның өзі міне қамамақ қой. Соған қаржылай да қолдау керек қой. Өйткені адвокат бар, бұл процесс әрі қарай жүреді. Егер сіз видео соңында бір каспи номер айтсаңыз, кейін осы видео барысында ортаға көрсет қойсам. Біреу септігін тигізсін. Жақсы, берем. Өйткені қазір барлығы ауыртпашылық, қиындық. Әр белсендіден осылай айыппұл төлеткізе берсе, үстінен сот жүргізе беретін болса, белсенді қалмай қалады елде, халықтың қолдауынсыз. Өйткені ол баппен мен таныстым, сіздікі журналистқа кедергі келтіру. Яғни 2000 МРП, ол дегенің 7 миллионға жуықтай қаржы. Егер сізді кінәлі деп табатын болса. Енді оған жеткізбей, өзіңіздің ақылыңыз, біліміңіз және адвокаттың біліктілігі және қоғам сізді алып шығады деген ойдамыз аға. Аман болыңыз, бар болыңыз, алдағы сот процестерінде жалғыз емес, бүкіл Алматының қоғам белсенділері, іргеде тұрған Жамбыл, Талдықорғанның азаматтары кеп қолдайды деген үміттемін. Аман сау болыңыз. Көп рахмет. Және Заман YouTube арнасының көрермендері арнаға тіркелді ұмытпаңыздар. Пікір жазып, лайк басып, барынша азаматтық қоғамның дамуына үлес қосыңыздар. Ол үшін
Елімізде болып жатқан саяси оқиғалардың барлығын басқа адамдардың көруіне жол ашыңыздар, яғни таратыңыздар. Әр қазақ байқуатты болсын.